Сырымбай Санжар Сейітжанұлы 2007 жылдың 1 ақпан күні әкесі Сейітжан мен анасы мөлдірді тұңғыш рет ата-ана атандырып, шексіз бақытқа бөлеп дүниеге келген еді. 2013 жылы Смағұлов атындағы орта мектебінің 1 сыныбына қабылданып, 2021 жылы осы мектептің 9 сыныбын ойдағыдай аяқтады. Өзінің бала арманына қол жеткізу мақсатында Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжіне оқуға қабылданып, мен грантқа түстім деп қатты қуанған еді. Әттең, тағдырдың қатал заңы. Санжарды дәл 1 қыркүйек күні студент атанып, колледж табалдырығын аттауды жазбаған екен. Сол күні қара жер оны өз қойнына алды. Артында аңырап ата жесі, ата-анасы, бауырлары, достары, ағайын туыстары қалды. Санжардың өмірі өте қысқа болса да, артында тәтті қылықтары айтқан сөздері қалды. Қолы бос уақытында ата жесіне көмектесіп, әкесінің қолқанаты әні қарындастарының қамқоршысы еді. Үлкенді сыйлай білетін, досқа адал, ақ көңіл жан болатын. Армандар да көп еді. Енді үлкейдім, колледжге грантқа түстім. Сабағымды жақсы оқып, жұмыс жасап, папама көмектесемін. Үйленіп, келін әкелемін. Мамама көмектеседі. Көп табыс тауып сіздерді Меккеге апарамын деп армандап айтқан сөздері әлі есімізде. Сен кеткелі тауымыз құлағандай, сен кеткелі кеудемізде өрт жанғандай, сен кеткелі үйіміз қаңырап қалғандай, күй кешудеміз. Қарындастарың ағасын іздеуде, өзің сұрап тілеп, Алланың қалауымен дүниеге келдірген Абылайхан інің де сені іздеуде. Білмеймін, түсіме әлде өзі ойлап тапқан ойыма. Арасында аға екеуміз былай ойнадық. Аға мені көтеріп жүріп деген қиялын айтып, оны естіген бізде бір жылап аламыз. Жыл өтсе де әлі сенбейміз. Бір күні бұрынғыша күлімдеп келіп тұратындай сезімде боламыз. Айнаға қарасам, шашыңды жаныңа қарай қайырып тұрған бейнеңді іздеймін. Кеудем өртеніп, жүрегім езіледі жаным, балапаным, құлыным. Біз сені сағындық, біз сені жақсы көреміз. Санжар балам, сен әр қашан жүрегіміздесің. Санжар жанұяда тұңғыш ұл. Соңынан ерген Милена, Сабина, Аяна атты 3 қарындасы және үйдің кенжесі Абылайхан деген інісі бар. Еске аламыз, сағынамыз өзіңді. Ақ көңілді жан едің ғой өмірде, неге өмір қысқа болып берілді? Сағынамыз, сарғаямыз жабыға, қайғы мұнды көтерерміз жамыла. Қара жерді сен жатырсың жамыла, көзімізден ыстық жастар ағыла. Қош жанарымыз жылағаннан оралмас, сыр шертеміз жүрегімізде ауыр тас. Ешқашанда айлар өтсін, жыл өтсін, есімізден ешқашанда жойылмас. Балапаным, әулетіме сая болған, бәрімізге ақ көңілің аямаған. Орның сенің ешқашанда толмайды, баяғыдай күнім енді болмайды. Жүректе сөнбеді өрт күйіп тұрған, дала қалды түнек болып, жылап сықтап қайғырмаған жүрек жоқ. Бұл көңілім қалып қойды суреттерде, жүзіңде сақталып тұр бейне баян сюжеттерде. Құдай-ау, кім ойлаған бұл күндерді аңсап бүгін жылаймыз деп, дұға тілеп тізеге құлаймыз деп.
Есімізде кеше ғана болған бақыт арамызда күліп ойнап жүрген уақыт. Күндер ай, артта қалдау елесі қанжылатқан даулымай. Көз алдында жарқыраған жылы жүзің, оралардай міне-міне шаңыраққа туыстарын жауап іздеп бұл сұраққа. Жоқ, ол жақтан оралмайды асыл жандар. Аллаға асық болады жақсы адамдар. Бірақ қолдап, төбеде деп жүреміз ұмытылмас өнеген. Біздер болсақ сағынамыз, сарғаямыз жабыға, көзімізден ыстық жастар ағыла. Дұға тілеп, арнаймыз саған жұмыла, абзал жан, жатқан жерің жайлы, төрің жұмақ болғай. Келмесең де іздеп мейлі, мен осында мекендейін. Сенің хәлің менікіне жақсы болса екен деймін. Қатты сағынамын, ащы мұңға малынамын. Атқан таңда аққан жұлдыз, амал қанша мен тағдырға бағынамын. Ескен желмен егіздеймін, көшкен бұлттан сен іздеймін. Күннің көзі шағылыса тереземнен сен іздеймін. Қатты сағынамын, ащы мұңға малынамын. Атқан таңда аққан жұлдыз, амал қанша мен тағдырға бағынамын. Рождения, Сабина. Желаю тебе денсаулық и беспен төртке учи уроки. И будь отличницей. Пусть ты қатты сағынамын, ащы мұңға малынамын. Атқан таңда аққан жұлдыз, амал қанша мен тағдырға бағынамын.